Қазақстанда екі сиырмен қанша табыс табуға болады? Видеоны соңына дейін көріңіз, қазір есебін шығарып берем. Айтпақшы, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Екі-ақ сиыр көп емес сияқты, бірақ табыс көзіне айналдыруға толық жетеді. Тек дұрыс әрекет етіңіз. Мысалы, екі сиырдан күніне 10-15 литр сүт алып, соның 1 литрін кем дегенде 250 теңгеден сатсаңыз, күніне 3-4 мың теңге десек, айына 120 мың теңгеден кем кіріс көрмейсіз. Бірақ бұл тек шикі сүт қана. Қаймақ, құрт, ірімшік жасасаң, табыс 2 тіпті 3 есеге дейін көбейеді. Мысалы, дәл қазір сарымайдың келісі 7 мың теңгеден кем емес. Сапалы өнімге әрдайым сұраныс бар, достар. Мәселе сиырда емес, мәселе ниет пен әрекетте. Қалада пәтер жалдап табысқа жете алмай жүргендер көп, ал ауылда екі сиырмен де бизнес жасауға болады. Тек ерінбе, бастап кет. Достар, менің есебімше сиырдың жем шөбін жалпы шығынын алып тастағанда емін-еркін айына 350-400 мың теңге табуға болар еді. Бұл біреуге жалданып жұмыс істегеннен жақсырақ, солай емес пе? Айтыңызшы, сіздер жақта сарымайдың келісі қанша тұрады? Достар, мына видеоны сиыр шаруашылығымен айналысатын таныстарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Пікір қалдырыңыздар. Сөйлеген Қараторғай. Және Дала Кемптің Instagram, YouTube парақшаларына да тіркеліп қойыңыздар.